Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 5-ші сыныптың диаграмма тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы диаграмма дегеніміз не? Біз шамаларды көрнекті түрде жазу үшін біз әдетте диаграммаларды қолданамыз. Бұл көбінесе статистикалық мәліметтерді жазуымыз үшін қажет. Енді кеңінен қолданылатын диаграммалардың дөңгелек, бағанды және сызықтық түрлері болады. Міне сызбадан байқап отырсыздар, дөңгелек диаграмманың, бағанды диаграмманың және сызықтық диаграмманың қандай болатынын. Әдетте сіздердің оқу үлгерімдеріңізді жазу үшін жалпы көптеген есептеулерді біз осылай диаграммамен көрсетеміз. Енді қазір бір мысал қарастырып көрейік. 40 гектар, 50 гектар және 70 гектар, 20 гектар аудандарды диаграммада кескіндей дейді. Бұл диаграммада кескіндеу үшін ең алдымен дөңгелек диаграммада кескіндеп көрейік. Диаграмма құру үшін дөңгелекті біз секторға бөлуіміз керек. Ол бізге не үшін қажет? Сектор деп отырғанымыз соған қазір біз 4 секторға бөлеміз. Ол жерге біз 40 гектарды, 20 гектарды, 70 гектарды, 50 гектарды орналастыратын боламыз. Ең алдымен дөңгелек диаграмма салайық. Дөңгелек диаграмманы саламыз. Дөңгелек диаграмма. Міне. Осы дөңгелек диаграмманы біз 4 секторға бөлуіміз керек. Оны қандай өлшемдерде бөлу керек екенін білмейміз. Жалпы бізде дөңгелек ол 360 градус, сол 360 градус шығатындай біз 4 бөлікке бөлуіміз керек. Ол үшін дөңгелектің жалпы ауданын білуіміз қажет. Яғни 40-ты, 50-ді, 70-ті, 20-ны қосып аламыз, 180 шығады. Енді осы 180-ді 360-ға бөлеміз. Тең 2. Бұл 2 нені білдіреді? 2 біздің 1 градусқа сәйкес келетін, яғни 1 градус бұрышқа сәйкес келетін 2 гектар аудан дегенді білдіреді. Демек, біздің әр гектарымыз, ол әр гектарымызды біз 2 градусқа көбейтуіміз қажет. Сонда 40-ты 2-ге көбейтеміз. 80 солай 100 шығады, 140 шығады және 40 шығады. Міне барлығының қосындысы бізде 360 градусты береді. Енді біз циркульдің көмегімен осы бұрыштарды белгілеп шығамыз. Яғни 80 градус, 100 градус, 140 градус, 40 градусты секторларға бөліп шығамыз. Мысалға, 100 градус дегеніміз, біз білеміз, 90 градустан үлкен, Демек, мен мына бөлікті 100 деп алайын. Бұл 100 градус болсын, демек, ол 50 гектар. Екінші, 90 градус, 80 градус. 80 градус менде болады 90-нан кіші. Демек, мені 100 бен 80 қосын 180, бұл жазыңқы бұрыш болып тұр. Осы жерді мен 40 гектар деймін. Ары қарай 140 бізде 90-нан үлкен, яғни ол бізде доғал бұрыш болып тұр. 140 ол 70 гектарға сәйкес келеді. Мұнаяқ кішкентай бөлікті 40 гектар дейін. Міне, бұларды біз әр түрлі түстермен мысалға бояп қойсақ болады. Мынау 40 гектарым, ой жоқ, бұл 40 гектар емес. Дұрыс, 40 гектарым, 50 гектар, сосын 70 гектар, және бізде соңғысы 20 гектар. 40 емес, 20 гектар.
Міне, осылай біз аудандарды дөңгелек диаграмма түрінде осылай белгілесек болады. Енді тура осы есептің шарты бойынша біз нені белгілеп шығайық? Бағанды диаграммада осыны белгілеп көрейік. Бағанды диаграмманы құру үшін бізге бір-бірінен бірдей қашықта орналасқан және ендері бірдей, ал ұзындықтары әртүрлі болатын 40, 50, 70, 20 гектарға сәйкес тең төрт бұрыштарды салуымыз қажет. Ол үшін төрт диаграмманы кескіндеу үшін мен бірінші сызық сызайын. Астыңғы жағымыз бірдей болып тұру үшін. Енді осы жерден мен төрт түрлі диаграмманы салып көрсетуім керек. Егер біз оны дәптерге салатын болсақ, өте әдемі шығады. Өйткені бізде клетка бар. Ол жерде есептеп барлығы көрсетіліп тұрады. Және 40-тың жартысы 20. Міне, осылай әр қайсына жазып қойсақ болады. Мысалға жазайық. 40 гектар, 50 гектар, 70 гектар және 20 гектар. Міне, диаграммаларды осылай егер біз оны дәптерге тор көзбен жазатын болсақ, онда 10 гектарды біз бір тор көз алсақ болады. Сонда 20 гектарымыз 2 тор көз, 70 гектарымыз 7 тор көз, солай сала береміз. Міне, бұл сіздерге екінші бағанды диаграмма. Бағанды. Енді келесі бізде сызықтық диаграмманы да осы түрде жазсақ болады. Сызықтық диаграмма оны да біз сызғыштың көмегімен диаграмма жаңағы бағанды диаграмма сияқты салынады. Тек бұл жағдайда шамалар кесінді арқылы көрсетіледі. Тек қана кесінді арқылы көрсетіледі. Мысалға, бір сызық 70 дейік және 20 дейік. Міне, осылай жазамыз. Яғни, біріншісі 40, 50, 70 және 20. Міне, бұл бізде сызықтық диаграмма. Енді осыған берілген бізде бірнеше есептер бар. Әр шамаларды бағанды диаграммада немесе дөңгелек диаграммада көрсету үшін біз олардың ең алдымен дөңгелек диаграммада көрсету үшін жалпы ауданды тауып алуымыз керек. Сөйтіп оны 360 градусқа бөлуіміз керек. Сонда біздің 1 градусымызға сәйкес келетін өлшемді анықтап алады екенбіз. Жақсы балалар, сіздерге бүгінгі диаграмма сабағы, диаграмма тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.